Мен Манаш Айнара Талгатовна, Алматы қаласы, Алатау ауданы, номер 169 мектеп-лицейінің бастауыш сынып мұғалімі. Қазақ халқында қыран түлегіне қайтпас қанат сыйлайды. Ұстаз шәкіртіне талмайтын талап сыйлайды деген даналық сөз тегіннен-тегін айтылмаса керек. Ұстаз мектептің жүрегі ғана емес, қоғамның тірегі екені де белгілі. Өмірді таныған кез келген адам ұстаздың алдын көреді, тәлімін алады. Ұстаз тұлғаны қаншалықты жетілдірсе, жетілген тұлға қоғамда өз орнын тауып, өлшеусіз пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Сынып жетекші деген кім? Соның ішінде заманауи сынып жетекші бейнесі қандай болу керек? Сынып жетекшісі жұмысының негізгі мақсаты мектеп оқушыларын қоғамның белсенді және саналы құрылысшылары етіп тәрбиелеуге барынша ықпал жасау. Сыныптағы әрбір жеке тұлғаның ұлттық құндылықтарды бойына сіңіруін, ғылыми дүниетанымының қалыптасуын, адамгершілік қасиеттерінің, еңбекке деген сүйіспеншілігінің жан-жақты жарасымды жағдай туғызу. Менің сынып жетекшілік мақсатым шәкірт бойына ұлттық құндылықтарды сіңірген еңбекқор, адал, саналы, жасампаз азаматты тәрбиелеу. Тәрбие ұрпақты биік мұратқа жетелейтін сапалы білімнің тұғыры. Ұлттық құндылықтар мен сусындап өскен ұрпақ ұлағатты болмақ. Дәл осы өскелең ұрпағымыз ұлттың сапасын құрайды. Сондықтан да қадір қасиет, ар-намыс, адалдық, патриотизм, жауапкершілік, әдептілік, мейірімділік, сүйіспеншілік, үлкенге ізет, кішіге құрмет сияқты қасиеттерге ие шығармашыл азаматты тәрбиелеу маңызды. Осы орайда бәріміз білетіндей сынып жетекшісінің 4 қаруы бар. Олар сынып сағаттары, оқушымен жеке әңгімелесу, ата-анамен жеке әңгімелесу, сыныптан тыс іс-шаралар. Осы 4 қаруды қолдануда дұрыс әдіс-тәсілдерді таңдап, оқушыларға оны жеткізе білсек, сонда ғана сынып жетекшісінің жұмысы жемісті болмақ. Ал енді хоббиіме келер болсақ, хобби кез келген адамның бос уақытында жан қалауымен жасалатын сүйікті ісі. Менің бос уақытымда қызығушылықпен жасайтын ісім ән айту, домбырада ойнап, атқа міну. Бассейнге барып, спортпен үздіксіз шұғылданамын. Сонымен қатар жайдарман, КВН ойындарының үздік қатысушысымын. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.